Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нұрасыл Аздач және біліп жүр арнасы. Жер бетін мекендеген 7 миллиард адамның әрқайсысын жаратушы ерекше етіп жаратқан. Дегенмен, әрқайсысының көптің ішінен ерекшеленіп, елдің назарын өзіне аударғысы келіп тұратындар табылады. Бүгінде өзгеше көріну үшін біреулер бүкіл денесін бояп жатса, енді біреулері шаш пен тырнағын өсіріп әлек. Осылай тырашып-танбаса да, туғаннан табиғатын ерекше етіп жаратқан, болмысы бөлек адамдар жер бетінде баршылық. Мұндай ерекшеліктерді біреулеріне үлкен танымалдылығы келсе, енді біреуіне өміріне кері әсерін етіп жатады. Сонымен қатар мен осы тақырыпта 10 ерекше адамға тоқталғым келіп отыр. Ал ендеше видеомызға кеттік. Ерекше жаратылған адамдардың бірі Вим Хоф. Мұз адамы деген атпен танымал Вим ешқашан суықты сезбейді екен. Осы қасиетінің арқасында ол төмен температураға ұзақ уақыт бойы төзе алады. Ол Альпі тауларының ішіндегі ең биігі Монблан тауына жалаң аяқ шыққан. Сондай-ақ мұз толтырылған бөшке ішінде ұзақ уақыт бойы отырған. Әлемдік рекордты бірінші рет жаңартқан. Соның бірі мұздың ішінде 72 минут бойы отырған. Ал жай адам мұндай жағдайда 15 минуттан кейін есінен танып қалады. 1 сағаттан соң өліп кетер еді. Дәрігерлер оның денсаулығындағы ешқандай ауыртпалықты байқамаған. Тағы рекордының бірі қар жамылған далада 21 километр жалаң аяқ жүрді. Суыққа төзімділігін 17 жасынан байқап, содан бері ол табиғаттың дүлей күшіне қарсы өзін сынап келеді. Ұзақ уақыт бойы көз ілмеген, ұйықтамаған бала жайлы естуіңіз бар ма? 2006 жылы дүниеге келген Ред Ламп туғаннан ұйқы деген не екенін білмеген. Оның өз қатарластарынан еш айырмашылығы жоқ. Өзгелер секілді күліп ойнап жүре береді. Күндіз ғана емес, түнде де солай. Бала 3 жасқа келгенде оған Арнольд Киари ауруы деген диагноз қояды. Дәрігерлер үлкен тәуекелге барып өте ауыр ота жасайды. Ота сәтті өтіп, өзгелерден еш айырмашылығы жоқ балаға айналған. Ағылшындық Кей Андервуд қатты толқыған кезде есінен танып қалады екен. Мейлі ол қатты күлсін, жыласын, ашулансын, қорқсын, бәрінен де есінен танып қалып отырған. Кейде күніне 40 рет естен танатын кезде жиі кездескен. Раджа Муханней есімді азамат тоқты еш қиналмастан көтере береді. Электр тоғы адам өміріне өте қауіпті екені белгілі, алайда бұл электр адам бірнеше ампер тоқтың күшіне төтеп береді. Басқа адам осы көлемдегі тоққа түссе бірден өліп кетер еді. Раджа Мухан электр желісінің бойынан өтіп тұрған тоқты өз бойынан өткізе алады. Бір ұшын тіліне тигізіп, аяғына дейін бүкіл денесінің бойымен өткізеді. 7 жасында осы қабілетін байқаған. Анасы өлген соң қайырған бала суицид жасауға бел буады. Тоққа түсіп өлем деген оймен трансформатордағы сымға жабысады. Осы оқиғадан кейін аман қалған Раджа осы қабілеті туралы айналасындағыларға айта бастады. Қызығушылық танытқан ғалымдар электр адамның басқаларға қарағанда 10 есе көп тоққа төзетінін анықтаған. Линкольндік музыкант Крис Сент соңғы 20 жыл бойы ықылықтағаны тоқтамаған. Ұйқыға кетсе де ықылық атқаны тоқтамайды екен. Не медицина, не йога керек десеңіз, гипнозда көмектеспеген екен. Гарри Тернер өзінің басқа адамдардан ерекшелігін 3 жасында байқаған. Оның терісі өте созылмалы әрі ұзағы елуге қабілетті. Тіпті ішінің терісімен үстел үстін жабалатындай дәрежеде. Оның сирек кездесетін Эйлерс-Данлос синдромымен ауыратыны белгілі болды. Бұл ауру әлемде сирек кездесетін аурулардың бірі. Тернер Гиннестің рекордтар кітабына терісі ең созылмалы адам ретінде енгізілген. Гарри Тернер өзінің ерекшелігіне ешқашан наразы емес, керісінше өз мүмкіндігін барынша пайдаланып, цирктегі ерекше қойылымдарда өнер көрсетіп жатыр. Бала кезінен Америка құрама штаттарынан келген Тим Крэллан жолдастарының өзін ерекше трюктермен баурап алды. Қолдарымен инелерімен тесіп, қорқынышсыз ыстық заттарға тигізсе де ешқандай ауруды сезбейтін ерекше қасиеті бар. Бұл құбылысты зерттеген ғалымдардың Тимнің ауруы шегі өзгелерге қарағанда жоғары екенін түсіндірді. Алайда оның денесінің құрылымында басқалармен салыстырғанда ешқандай айырмашылық жоқ. Оның ішкі мүшелері қарапайым, барлық танымал адамдар сияқты ер адам тағдырын спектакльдер мен шоулар байланыстыруды шешті. Бірақ Тим Крэлланд өз мүмкіндігімен ақша табуды бастамас бұрын ерекше құбылысымен көп жұмыс істеуге тура келді. Ол сөйлеген кезде ішкі ағзаларға зиян тигізбеу үшін анатомияны мұқият зерттеді. Тим Крэлланд өзіне қылыштарды байлап, жұлдыруларын металл түйреуіштермен терісін тесуді және қарапайым көрермен үшін қорқынышты басқа да көптеген әрекеттерді жасауды үйренді.
Малайзияда тұратын Лифтолин ерекше қабілетке ие. Оның денесі темірді магнит сияқты тартады. Оның үстіне тартылыс күшінің мықтылығы соншалық адам машинаны өзіне тарта алады. Бұл қабілет ген арқылы атадан балаға мұра болып келе жатыр. Оның 2 ұлы және 3 немересі де осы қабілетке ие. Bir қарағанда мұндай талант керемет болып көрінгенмен шынтуайтында оларға өте қиын. Лифтолин және оның туыстары да тыныш тамақтана алмайды. Дүкенге, кафеге немесе басқа мекенге де бара алмайды. Дәрігерлер бұл қабілетті түсіндіре алмайды. Олар ер адамды қарапайым адам деп санайды. Үндістаннан келген Мухаммед Калимнің анасы туылған кезде баланың басқа балалардан өзгеше болғанын айтады. Оның қолдары белгіленген мөлшерден 2 есе көп болды. Бала өскенмен, бірақ оның қолдары одан да тез өсті. Ол 8 жасында қолының буын ұзындығы 38 сантиметрден асып, алақан салмағы 8 келі болды. Калим өте қиын уақытты бастан кешірді. Қарапайым тұрмыстық әрекеттерді орындай алмады. Өзіне қамқорлық жасай алмады. Бала білім алуға еңбексіз еді, өйткені үлкен қолдарымен қаламсап ұстай алмас еді. Дәрігерлер Мухаммедтің ерекшелігіне қызығушылық танытқаннан кейін оның өмір сүруге деген үмітін нығая түсті. Бірақ дәрігерлер оған нақты диагноз қоймады. Олар тек өз нұсқаларын ғана ұсына алды. Олардың бірі қатерлі ісік. Міне достар, бүгінгі видеода біз сіздерге ерекше адамдарды көрсеттік. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, арнамызға тіркеліп, және менің екінші арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ссылкасы описаниеде. Бүгінге осы, келесі видеода кездескенше, қош, сау болыңыздар.